Бәріңе сәлем достар, менің атым Жабайхан, бұл қазақ мастер арнасы. Яғни бүгінгі видеода көрсететін нәрсеміз кішігірім жиһаз. Яғни құрылыс заттарынан жасалған, құрылыс ағашынан жасалған өте керекті пайдалы зат. Және уақыт созбай кеттік. Алдымен бізге керек болатын зат наждак, яғни қатты қағаз. Біз бұл заттың көмегімен бөренемізді жақсылап тегістеп аламыз. Екінші кезекте бізге дәл осындай темір бөлшектер керек болады. Яғни біз мынандай кейіпке қатыруымыз керек. Яғни сварка қолданамыз. Дайын болған бөлшегімізді қалаған түсімізге бояймыз. Мен сары түс таңдадым. Келесі кезекте біз бөрененің екі бұрышынан нүкте таңдап, яғни осы трубаның өлшемімен бірдей бұрғымен ағашымызды тесеміз. Тесіп болған соң осы трубамызды орнатамыз. Міне біз басты қабырғаға орнатылатын бөлігімізді біттік. Басында жасаған бөлшектеріміз осы жерде нәтижесін көрсетті. Келесі кезек бізде бөренені тек лактау ғана қалды. Бізде бұл жиһаз дайын. Енді орнататын жерімізді таңдап, яғни мен өзімнің офисіме орнатамын деп шештім. Біз бұл подставканы өте ұқыпты өлшеп орнатуымыз керек. Яғни осы екі бөлшегімізді бөрененің екі темір шеңберіне тура бағытта орнатамыз. Бірінші қабырғаны тесеміз, екінші бөлшегімізді орнатамыз, үшінші оған шуруп, яғни бұранданы кигіземіз. Дайын. Енді өзіміздің жиһазымызды орнату ғана қалды.